Мыйзамында жазылган. Бийлик бул элдик. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, ушул жерде азыр сактап турабы же колдон ийип кетти. Чынчыда пайдаланып жатканы көп. Карыздыктын алып жатканы көп. Акыйкаттын алсынап жатканы. Жөн эле тартуудан эже сизде атайын бир тизме барбы шайлоочулардын, аймактын шайлоочуларынын тизмеси барбы? Атайын белгилеп атасызбы кандай? Келгендерди эмес, эми өзү кошуналардын келгендерин бар. Эже сиз бул эже менен кошунасызбы кандай? Кошуна. Эже токтоп карап койсоңуз, мен Клопежиден эми журналист болом. Эже сизде атайын бир тизме барбы? Эми шайлоочуларды алып келгенге. Сиз кандайча сиз аны сиз колуңузда азыр дептер туруп атпайбы? Белгилеп атпайсызбы кандайча? Мен өзүм ишимде өзүм окуйм. Жок. Калгандай кандай. Жок, ошолорду сиз данкомсузбу кандай? Siz qaysi partiyadansiz? Чоңгуз? Siz qaysi partiyadansiz? Siz niye belgilep жүрөсүз? Siz qaysi partiyadansiz? Партиядансыз да ошон үчүн бияка келип неме тастап. Мына булардын списоктары. Вы знаете, да, что это незаконно? Вот надо привлечь ее к ответственности. Вот эта девушка, вы почему здесь находитесь? Ну вы же можете, когда вас позовут, подойти. А где в законе написано, что 1,5 метра вы должны находиться? Такого же нету. И ждите, идите. Вы почему меня руками трогаете? Вы мне объясните, пожалуйста, почему человек в непосредственной близости? Не надо меня снимать. Почему вы вот такие вещи сейчас позволяете себе? Вы не трогаете меня руками? Вы почему меня трогаете? Вы специально пришли? Вы меня почему руками трогаете? Вы потому что не понимаете, когда я говорю с вами. Я с вами разговариваю, вы же кричите, орете здесь.
Не ору я. Не надо так провоцируем. Я вас как провоцирую? Я с вами... Я не буду разговаривать. Чигарус болтать. Вы меня руками не трогайте, пожалуйста. Вы меня руками сейчас же трогаете. Вы меня не трогайте руками. Человек, давайте выслушайте теперь других. Вот он. Массово подвозят. Массово подвозят. Вот массово подвозят людей. Вот, подвозят. Sen akşatarda otkasan bilmiyorum. Жоқ, мен кімге таратып жатырмын? Айтып отпай бардық. Жоқ, біреуін көрдің бе? Кімін көрдің менің бергенім бұл жерден? Бұл жерден бардың, курьерлік етіп жатады, ақшатарда жатады. Сен сұрап отырсың, бір туған инес боласың. Мен бір туған инес емес, баласының баласы болам. Ағасының баласы болса? Вот. Фамилия? Сізге не айырмасы бар? Керекті сіз жөнді бұл жерде Жоқ, бұл жердің Жоқ, малыматтар болса, менің бір фактыңар бар, менің үшін таратып жатқаным үшін жерде. Hazır akça taratып, ақша жерге түшіп кетіп тартып алған турай видео. Кім тартып алды мені? Қара көрсетіп берейікші мына жерде. Мына кім тартып алды? İçine girген. Тартып алса көрсеткілі қана, жерден көрсетіп берейікші білем. Бұл жерде жүрген? Жоқ, менің бұл жерде емеге келген, шайлауға келгендерім бар. Ошыларды алып келгенмін. Олар алып келіш керек шайлауға. А не қылам мен туғандарым алып келгенмін. Бірақ алар өздері келіш керек та. Машинам не болған бар. Бойынша кечелі шайлауға. Жоқ, сізге не айырмасы бар? Siz айтпайсыз, siz niye içkeride kengir Мен ішкерге кіргелі сыртта жүрем ғой. Siz ben çıkanda çıktınız Жоқ, mı кешіріп siz? қосыңар, мен ішкерде жүрмедім. Мен ішкерде жүрмедім. Siz kimsiniz айтпайсыз ба? Шығазылы баса қалу баста. Жоқ, торта көрсетші мақұл, кел. Мен ішкерден көрдің бе? Сен жоқ, сен көрсетші бір. Қайерден көрдіңіз? Көрдіңіз бе? Наблюдатель, Мен председатель. көргенім İçkeride ішкерге kengir кіргелі basın. жүрмін. Men neme? Nablюдатель А zamanında. кіріп отырып, наблюдатель Niye болса. çıkarıp saldı o? Давайте Мен kirgizin қаяқтан beni. білен кеп Kirgizin шығардым? beni. Мен комиссия өкем. Вот именно, siz niye жүресіз içinde anana? Мен ішіне кіргенім жоқ, мен сыртта тұрамын де. Как бардық елі мына кандидаттардан бері келіп жүреді. Азыр Мұндай қылсаң, андай шайда отырып қолын басым керек. Жоқ, мен кімге тосқол болдым? Азыр тұрсаңар, азыр Жоқ, мен туғандарым алып келдім нем шайлауға. Маған сөз берсең, азыр ішіне біз кіріп шықтық. Наблюдатель айтып отыр, бізге ашық елі ақша таратып, ақшеліге доғыш бердіргенге мажбурлап ататтық. Сіздер Оның башында Жәліл Атамбаевтың инесі тұрады. Кеп қачан деп айтты. Кіріп шықтыңыз. İçine girip çıktım ben. елді барлығы айтып Көріп отыр. çıktım. Кеп қачан. Көрдіңіз бе? Жәлел Атамбаевтың иісі деп. Тұрсаңар сұрау берге отырсыз. Тұрсаңар сіз көрдіңіз бе ақша таратқан ішіне кіріпсіз. Мен мындай қыл. Қандай қылып? Эми тоқтат. Нені тоқтатайын? Тоқтат. Бұл жерден шығып кеткелі бұл немеден. Жоқ, мен неге бұл жерден шығып кетемін? Мен шайлау мен туғаным бар. Егер сонан де шығып кетсін. шайлау бұзыла тұрған болса, Так, анда жаман болады. қандай қылып бұзылады? Сіз Себебі бұл бұзасыз жерде ба? мыйзам бұзылып отпай. Жоқ, мен Мыйзам бұзылып туғандарымды болғаннан кейін шайлауға барлық саяси партиялар шайлаудың жиынтығын жоққа шығарады. Бұл шайлау участоктың жиынтығын жоққа шығарышымыз керек. Ова. Себебі мына артынан ешік бар екен. Бұл жақта Жәліл Атамбаевтың инесі тұрады екен. Көрінгенге ақша таратып кіргізіп жатады. Мына бардығы айтып жатады бізге. Бүт видеоға суретке тартып алдық. Мындай мыйзам бұзулар бардық жерде қатталып жатады. Бардық жерде дерлік, бардық жерде ушундай болуп жатат. Бирок именно ошол жерде открыто эле болуп атпайбы? Бардық жерде бардық жерде. Мен өзім көрүп келдим, бюллетенге белги коюп туруп берип аткандыгын. Жоқ, шайлау комиссиясының Жоқ дегенде фотоға, видеоға тартып алдыңыздар ғой. Бар ғой ошол нерселер? айдап шығып жатады. Анча-мынчасы бар. Чыгат азыр. Айтып берсеңиз сизден. Анда деген таза болуш керек да. А булар контролдоп, ар бирин барганда ошонун жанында мынтип көрсөтүп атышат. Андай болбойт да. Ошону айтып койсо бир чыгарып атат. Қана көрсөтүңчү. Мына киши, ушул киши ар бир адамды алып барып акча салып атат. Калпакчан киши, калпакчан. Ошол Атамбайдын тууганы дегендер. Нам. А, калпакчан алдым. Ошол кишиби? Ушундан жан алдар. Анан мына Бастан жөнөп коёт. мына киши деле, ушул киши прям сүдүрөп эле алып чыгып кетти. Адамдарды карап атпайбы? Мына ушул киши мен. Даже бюллетенди деле өздөрү салышып атат. Сен айрып турган укугуңар жок, кеткиле десем, мени алып чыгып коюшту. А шайлоо комиссиясынын төрайымына айтсак, алар агалары болуп атат. Бул жерден 2 метр алыс болуш керек. Мына немеденчи. Карап турат, атай барып алып.